Бүгін иллюстратор арқылы Али деген есімді адамға логотип жасаймыз. В общем, линияны таңдап аламыз. Обводкасын екі қойып алсақ та болады. И осылай түзусіз созып қойып аламыз. И осыны аламыз да Alt кнопкасын ұстап тұрып, шетке тартамыз. Alt Shift ұстап тұрып, мінекей. Енді осыны белгілеп аламыз. 10 линия создавать етіп аламыз. Но екеу болып тұр. Енді тағы 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу, 8, 9, 10. 10 болды. Енді осыны бәрін белгілеп аламыз. И мына жерде трансформировать, поворот деген бар. Осылай қойып аламыз. 90 деп копировать деген басамыз. Окей демейміз, копировать дейміз. Копировать дейміз. Енді осы жерін бәрін белгілеп аламыз. И мына жерде осы кнопканы басамыз. Инструмент создания фигуры дейді. И осылай цвет таңдап аламыз. Бұның цветін образцы дегенде неше түрлі цветтер бар. Осыны таңдаймыз да, осылай белгілеп шығамыз. Мінекей. Осылай қойып аламыз. А деген әріп. И сосын мына жерде L деген әріп жасаймыз. L, Али деген И әрпін жасаймыз. И, Али болды. Міне, жұмысымыз дайын болып қойын деп қалды. Ойбай. Отмена. И осыны бәрін белгілеп аламыз. Мынау инструмент прямой выделение деген осын басамыз. Осын басамыз. И Shift ұстап тұрып басамыз. Көрдіңіздер ғой. Бәрін белгілеп аламыз. Ctrl-S дейміз. Бәрін белгілеп алдық қой. Енді мына шетке өшіп бассақ та болады. И осы жерге Ctrl-V дейміз. Өсіп созамыз. Alt Shift кнопкасы ұстап тұрып тартамыз. И мышканың ар жағын басып, сгруппировать деген басамыз. Сосын мына жерде жоғарыда центрге қойып аламыз. Енді осы жерде круг создавать етіп аламыз. Эллипс деген. И осылай. Ойбай. Мына жерде өшіп жасай қояйық. И бүйтіп осылай Shift ұстап тұрып тартамыз. И осылай белгілеп аламыз. Осылай нені обводкасын қалыңдығын көбейтеміз. И осыны Али дегенді бет айналдырып аламыз. Астына бет Shift ұстап тұрып, үстіп айналдырып қойып аламыз. И осыны аламыз да тоже центрге қойып аламыз. Мінекей. Қараңыздар, жұмысымыз өте әдемі болды. Енді мына жерден обводкасын өшіп тастай салайық. Отмена дейміз да үсте саламыз. Міне достар, біздің жұмысымыз дайын болды. Қазір макапқа салып, иншалла көрсетемін сіздерге.